Так, бірінші тапсырмада электр терістілігі бірдей атомдар арасындағы байланыс. Коваленті полюссіз. Әрине, мысалға хлор 2 болғанда, 2 хлордың да электр терістілігі бірдей болады. Сондықтан ковалентті полюссіз болады. Қараңызшы. Қарапайым ғана сұрақтан кейде оқушылар ойланып қалады. Электр терістіліктері бірдей. Бейметалдық қасиеті басым элемент. Әрине, фтор мына жерде дұрыс. Алюминий тұздарындағы ең маңыздылары. Қалай ойлайсыңдар сендер? Былайынша қарағанда барлығы да алюминий тұздары ең маңыздылары дейді. Металлюминат ол маңыздысы деп ойламаймын. Енді алюминийдің С емес па? Жауап болады ғой. Ау? С емес па? Хлорон, алюминий сульфаты, дюроалюминий деген. Алюминий хлориді дегенде болмайды. Иә. Корунт деген алюминий екеуі ғой, оның алюминий оксидінің екінші атауы негізі. Алюминий сульфаты тоже өте көп кездеседі. Енді сол жерде алюминий ашудасы, енді үшіншілері ғой салыстыратын. Алюминий хлориді деген онша қатты маңызды деп ойламаймын. Алюминий оксиді немесе корунт, иә? Сол корунт деген оның екінші атауы. Дюроалюминийде өте көп айтылатын қосылыстардың бірі, иә? Сондықтан мына жерде С жауап болады. Негізі. Металлюминат деген таза алюминаттың өзі емес. Мета деген кішісі. Енді жалпы бұл туралы бар ғой. Енді логичны жауап бересің бұған. Бұл туралы мен негізі кітапша бергенмін. Кітапшам бар да, именно металдарды бөлгенмін. 5-6 металл, 5-6 бейметалл. Енді білмеймін, қалай сіздерге не істейтінімді. Жақсы енді. Мынаны қателессеңіздер нормально. Ал сілкілік жер металл. Сілкілік жер деген ол нешінші топ еді? Екінші топ болды. 2 пи байланысы бар зат. Әрине бутен деп, алкен дегенде бір қос байланыс бар. Бірақ 2 пи дегенге келе ма? Қараңызшы, даже сен 2 пи екенін білмей атсаң, пи деген негізі қос байланыс, мынандай, например, мынандай 3 байланыс болса, екі жағында пи бар, соны не істейді, мысалға, 3 байланыс болса, мынау пи болады, ортасындағы сигма болмайтын беді? Иә, даже осыны ұмытып қалғанның өзінде қараңыз, бутен мен этен бір не қосылса, пропан мен циклопропан тоже циклалканда тек қана пентин қалар еді да, сол кездің өзінде. Логикаға сүйенсең де, былай сүйенсең де, не знаю енді. Көрдіңіз ба? Альдегидтерге жататын заттар қатары. Альдегидтерде С, О, H деп аяқталады соңы. Әрдайымда. Радикалда С, О, H. Мына топ бізде карбонил тобы деп айтылады. Жандарым, білесіңдер ма? Тест талдау, кім талдасын мейлі, сен талда, басқа талда, қатыса беріңіздер, өздеріңіз талдай беріңіздер, басқа вариант жоқ. Сол кезде ғана сенде машықтану пайда болады. Сразу оның не зат екенін білесің. Әйтпесе ұмытып қаласыңдар, машықтану болмаса, мынандай ғой, адамның миы деген мынадай затта, бүйтіп, сен қазір естідің да бір уақытта. И ол сен қайталамасаң, мен білем ол нәрсені дегеннен пайда жоқ. Ол любой уақытта үзіліп кетеді. Ал дәл осыны, мысалға, қайталап осы екеуінің арасын бүйтіп не істейсің, 3-4 жіп болған кезде үзілмейді ғой. Тура сондай қайталай беру, жаңағы күнделікті полный талдай беру сенің машықтануыңа көмектеседі. Түсінікті ма?
солай. Так что машықтаныңыздар көп күнде. Сосын мысалға, например, келе жатырсың, біреусін 8-шісін мысалға білмей қалдың да. Фенол формальдегид деген не екенін ұмытып қалдың. Бізде аммиактағы ерітіндісімен реакциясын мүлдем білмейсің, іздесең де таппадың. Онда сразу группаға или маған жекеме жіберші, или жаңағы Мейрамбек бар, Мейрамбекке жібер. Түсінікті ма? Міндетті түрде сразу жіберіп әдеттеніңіздер сұрақты. Ұялудың қажеті жоқ. Ертең ұялу саған нан әкелмейді. Фосфор атомның электрондық формуласы. Фосфордың реттік номері неше болады? 15. 15. Значит, төбесін қосқанда барлығы 15 шығады. Ана жердегі төбелер. Иә, не болады ол. Фенол формальдегид деген ол. Формальдегид, фенол формальдегид. Фенол деген неге айтып тұрмын? Формальдегид. Формальдегид деген құмырсқа альдегиді. Құмырсқа альдегидін білесің, бірақ формальдегид деген атын ұмытсаң, мен бұрын жаңағы органикада айтқан едім. Құмырсқалардың формасы бар деп, ұмытпаңыздар деп. Құмырсқада бір көміртек. И альдегид әрдайым SOH деп аяқталады. Значит, просто мына жағына H қоя саласың. Фенол формальдегид осы. Оның күміс оксидіндегі аммиактағы ерітіндісі деген сөз тек қана күміс оксидімен қосу. Ал аммиак бізде катализатор только. Бұлны кәдімгі органика тақырыбында айтқан, мына оттықты байпақ болып киіп алады деп те түсіндіргенмін. Сонда HCOOH плюс 2 аргентум. Түсіндік па мынаны? Иә. 0,5 моль фенолформальдегид 0,5. Так, күмістің массасы керек, x грамм. Моль болса астында коэффициент, ешқандай алдында коэффициент жоқ, сондықтан 1-ді аламыз, иә? Моль болса. Ал грамм болса 2 көбейтілген, ал 108 ба? 108. Значит, 108-дің жартысы шығады да. Мынау 1, мынау 0,5 болса, мынау 2 көбейтілген 108 болса, соның жартысы емес мынау. Значит, 108 деген сөз. X-іңіз. Түсінік па? Келесі реакция беріліп тұр, теңдеуіндегі тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент дейді. Төбесіне жазған не? -2, мынау плюс. Сосын ерін кеткен ғой мынаны. 2 қанша? 2 мен 4-ті көбейтесің, 8. Бірге неше қосқанда 8? 7. Плюс 7, и все. Мына жерде плюс 2 дұрыс. Қараңыз, сонда маргинец нешеден? Плюс 7-ден маргинец плюс 2-ге өзгерген. Так, хлор ше. Хлор отдельно өзі тұрғанда не болатын еді? 0 болады. Хлор минустан, хлор 0-ге, минус 1-ден деп жазсаң ыңғайлырақ. 0-ге өзгеріп тұр. И то коэффициент 2 индексі бар. Ұмытпаңыздар, өйткені оны тапсырып кететін ешкімі жоқ. Иә? Өзімен қосып алып жүреді. Так, 2-ден 7 шығады. Не істегенде? Қосқанда 2-ге неше қосқанда 7 шығады? 5. 5 қосқанда. 0-ден минус 1 шығады, алғанда 1-ді. Бірақ мына жеріндегі тастап кетпейтін 2-ні не істейтін еді? Көбейтеді. Так, 2 жоғарыға ауысады, 5 төменге. Значит, енді қосып алып тұрған не еді ол? Қосып алып тұрған. Қайсысы, қысқасы ма, үлкені ма? Тотықтырғыш па? Тотықтырғыш. Тотықтырғыш, үлкені тотықсыздандырғыш. Яна ұзын, қысқа. Қысқасы бізде әрдайым қосылады. Значит, бізге керек осы тотықсыздандырғыш, алдына қойылатын коэффициент 2. 2. Все. Тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш деп қар. Ойбай, тотықтырғыш емес қой. Тотықсыздандырғыш. Просто повезло маған 5. Сен шығармаған көрініп тұр ғой десең, е? Наугатпен белгілеп кеткен ғой, соның өзі дұрыс болған. Солай сияқты.
Бес тотықсыздандырғыш екен ғой. ТСШ бізге осы керек. Алмаса да ғой. Сосын барып теңестіруге болады, бірақ ол не важно, бізге тотықтырғыш пен тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициенттерді біліп тұрып қояйық, главное. Түсіндік па? Одан кейін табиғатында магнийдің маңызды қосылыстары беріліп тұр. Магнезит, доломит, карнолит. И то бұлар бар ғой, өте көп кездеседі, өте көп айтылады. Әрине, прямо мындай қосылыстарды жаттаған ұнамайды барлықтарыңызға. Бірақ айтайын, кәдімгідей магнийдің осы ең маңызды үш қосылысын, жаңа алюминийдің ең маңызды үш қосылысын, өзі бір 5 элемент бар, постоянно айтылатын. Кальцийді айтады, магнийді айтады, бір алюминийді айтады, кремнийді айтады деген сияқты ше. Сондай элементтерді не істеңіздер. Жазып алыңыздар да, әр жерге химияға дайындалатын, қай жерге дайындаласын химияға, сол жерге жазып тастаңыздар формулаларды. Кітайдан бөлек-бөлек. Кім солай жасайды? Менде сондай бар. Мен бұрын солай істейтінмін. Магний карбонаты ол бізде магнезит. Доломит формуласы прям постоянно келеді. Магний карбонаты мен кальций карбонатын жақшаға алып, осы доломитті СО2 газы бөлгенде деп постоянно есепте келеді. Доломит значит магний карбонаты мен кальций карбонаты. Түсіндің ба? Екеуі қосылғанда доломит болатын еді, ал кальций карбонатты алып тастасаң магнезит бола қалады. Түсіндің ба? Немен қалай сақталасың? И карнолит бізде қалай? Калий хлор магний. Я калий хлор, магний хлор 2 көбейтілген 6H2O. Магний хлор. Я. 6H2O. Карнолит, қараңыз. Я, жауабы ғой, қараңызшы. Карнолитте калий бар. Сосын алит деген 6 деген сияқты ғой. Білмеймін, ит не қарайсың ба, хлорид деген сияқты айтылады. Енді, қалай ананы мен есте сақтаймын деп ойлансаң, әйтеуір бірдеңе табасын. Мен сөйтем. Мынаны қалай мен есте сақтап қалам десең, өзіңнің бір фантазиорыңда жетеді бір нәрселер, иә? Сөйтіп сақтап қалыңыздар, андай жайдан жай, я қазір білсем болды деп қалмаңыздар. Так, мына жерде минус Q тепе-теңдік солға қарай ағысады. Так, оң жағында минус Q, значит, сол жағында қандай Q? Мына жағы минус Q болса, ол жағы плюс Q деген сөз. Так, тепе-теңдік солға қарай плюс Q. Температура төмендесе болады. Температура екеуінде де тұр, я. Значит, мына жақта плюс Q болса, температура керісінше минус болады, немесе төмен болады. Төмендесе болады, дұрыс. Енді, бұндай жағдайда сразу нені 2 рет жазып тұр, қысымды 2 рет жазып тұр ма, температураны 2 рет жазып тұр ма, сондайға мән беріңіздер. Сол екеуінің біреусі болады да, основном. Логичнысы. Сосын барып, минус па. Күкірт, магний, натрий қатарында гидроксидтердің қасиеттерін естейді. Натрий гидроксиді ең күшті немес па? Гидроксидтер не істейді? Күшті негіз ба, қышқыл ма натрий гидроксид деген? Натрий гидроксид деген негіз ғой, апай. Негіз. Күшті негіз, я? И то. Күшті негіз. Значит, қалай ойлайсың? Күкірті бар да, ол негіз болмайды ғой. Күкірт қышқыл. Дұрыс па? Сондықтан негізі Былай қарағанда, біріншісі бейметалл. Жалпы бейметалда ол қышқыл бейметалды қышқылдық қасиет күшті. Металда негіздік қасиет күшті деп айтамыз ғой постоянно, білестеріңізде ма? Күкірт бейметалл, ана екеуі металл. Сонда қалай өзгеріп тұр олардың қасиеті? Қышқылдықтан негіздікке қарай, дұрыс. Если там күкірт емес, оның орнында алюминий тұрса, онда екідайлы болады. Екідайлықтан болып басталар еді. Бұл жерде мүлдем екідайлы жоқ.
Сондықтан ана жердегі элементтерді қараймыз, ол мынау бейметалл, екеуі металл, значит бейметалдан металлға қарай, қышқылдықтан негіздікке қарай деуге болады. Түсінікті ма? түсінікті. Я басқаларымызда жауап беріп отырсақ. Аха. Цис-транс. Цис-транс деген, короче, мындай ғой. Жалпы бутен 2 бізде цис-транс. Бұлай 2 көміртек тұрады да, бутенде, екіншіде. И бұлай так бүйтіп 4 жағынан ортасын мына жақта бөліп 2 көміртек и 2 сутек деп қарастыруға болады. Сонда анау екі жағын бір-біріне жабуға келеді да, айна сияқты. Бұндайды бірдей болып тұрса, екі жағында 2 көміртек, 2 сутегі бірдей болып тұрса, онда оны цис дейді. Ал транс деген осы 2 көміртек, бірақ мына жақта көміртек мына жаққа қарай. Мына жақта сутек, мына жақта сутек болып бұлай кішкене алмаса, онда транс болар еді. Түсіндің бе? Жалпы бұлай бәрі де бутен болып тұр ғой, бутен 2. Просто жаңағыдай құрылысында сәл сутектерін, көміртектерін салуына байланысты цис-транс деген нәрсе пайда болған. Түсіндіңіз ба? Бұны мына екеуін біріне цис-транс изомер деп айтады. Так, снап нитраты. Снап деген бізде бұлай жазылады, нитрат деген NO3. Снап бізде +2 ма? +2 заряд, снап. Снап +2 заряд. Значит, NO3-тің сыртына 2 түседі. Ертіндісінің ертінді электролизін. Значит, оған су қосам да мен. Ертінді электролиз болса. Ол бізде негізі ертінді электролиз неге дейін қарастыратын еді? Металдардың кернеу қатары бар емес па? Сол алюминийге дейін және алюминийден кейін деп қарастыратын еді. Бұл алюминийден кейін орналасқан қосылыстар. Бұл жерде жалпы электролиз металл алу үшін қолданатын нәрсе ғой. Сондықтан снап шығады. Одан кейін мынау ортасы не пайда болады мына жерден? Нитрат. Азот қышқылы ма? Азот қышқылы. HNO3 азот қышқылы және анау мен анау біріктіріп жібердім. Оттек немесе сутек. Мына жерге жазайын. Так, снап нитраты. Оттек немесе сутек емес. Тек оттек болады ғой. Екеуін біреу апайын. H2O. Снаптың өзі шығады, HNO3 шығады, и плюс O2 шығады әрдайым. Так, потом ары қарай біз не істейміз? Снап бөлінді дейді. Анодта бөлінген газбен оның көлемі. Мынау катод, мынау анод. Анодта әрдайым оттек газы, катодта бізде әрдайым металл бөлінеді. Снап бөлінді. Снап бөлінген снап бізде 63 деп тұр. Анодтағының газдың көлемі X литр деп есептейміз. Бірақ одан бұрын біз не істейміз? Реакцияны теңестіреміз. Мына жақта 2, еще мына жақта оттек 2. Сондықтан мына жерде H2-ның алдына 2 қою керек. Сонда сутегін қанша болып кетті? 4 болып кетті. Мына жақта 4 NO3 болғандықтан, NO3 мына жақта 2 ғана бар, алдына 2 қоямыз. Сол кезде 2-дің 4 болады. Снап неше болып кетті? 2. Снаптың алдына 2 қоямыз. Міне сол кезде барлығы да тең еседі. Значит, 2 снаптың емері қанша? 201 деген ма? 201, 201. Мынау грамм бес па? X литр болғандықтан біз оның астына литрдің астына не аламыз? X табамыз. X табу үшін X-ке қарама қарсы 402-ге бөлеміз. Так, 63-ті көбейтеміз 22-де 4-ке.
Қанша шығады? Бірдеңе шыға ма? Көрейінші. 3-36 емес па? 3-36 ма? 3-36 шығардыңыздар ма? 60,3 көбейтілген 22-де 4 бөлінген. Я 3-36. Я 3-36 шығар. Аха, 3-36. Сонда оттек және 3-36. Вообще-то СО3 деген вообще жоқ. Сутек деген мүлдем мен мына жерде уже мына екі оттектің бірі деп қана вариант қалдырар едім. Логикаға салатын болсақ та. Электролиз деген тақырыпта мен конкретно айтқам. Алюминий дейін қалай еді, алюминийден кейін қалай еді, одан кейін екі электролиз тақырыбы бар еді. Сабақты да толық дұрыстап қарау керек. Сосын ол бір сабақтан бірден үйреніп кетпейсіздер. Қайта солған сәйкес есептер шығарып машықтану керек. Так, мына жерде темір сульфатының гептагидраты. Айтып тұр гептагидрат деп. Темір сульфаты деген феррум СО4, я? Гидрат деген су қосу. Гепта деген жеті деген сөз. Гептан деген жеті емес па? Я? Гептагидраты деген осы. 2,8 грамм темір күкірт қышқылымен еріткенде дейді, түзілген темір сульфатынан алынған гептагидраттың массасы қанша дейді. Темірді күкірт қышқылымен еріткенде. Так. 2,8 грамм ол темірдің өзі болып тұр. Бізде 10 метр қалды. Темірдің өзі бізде 2,8 грамм. Гептагидратымыз X деп шығарсақ болатын шығар. Темірдің емері қанша бізде? 56 ма? 56. Ал гептагидратының емері қанша болады? Қыз. 56, 32, 64. 152, так. 126 мынау. Мынау 126. Қосылған 152, е? 278. 278 болып тұр. 278. Сонда 278-ді көбейтесіз 2,8-ге, бөлесіз 56-ға. 13-9. Я, С жауабы сонда. Түсінікті ма? Аха. Келесі. Бұл жерде темірді күкірт қышқылына еріткенде десе, уже ана уайымдап атасың, күкірт қышқылына ерітті, сонда не болып жатыр? Главное, саған темір беріліп тұр, гептагидраттың не екенін білесің, сол жерден сразу пропорция таба беруге болады. Ойбай, еріткенде не істеймін, оны білмеймін деп тағы уайымдаудың қажеті жоқ. Қиындатпа деп жатқам ғой мимен. Орман ағаштарын залалсыздандыруда жұмсалатын мыс сульфаты. Мыс сульфаты десе, купр СО4-ті аламыз. Осы ертінсін дайындау үшін 18 грамм мыс сульфаты мен 18 килограмм купрын СО4 пен 110 келі су H2O. Мынау 110, мынау 18. Су жұмсалды. Дайындалған ертіндінің массалық үлесі. Дайындалған ертіндінің массалық үлесі дейді. Омеганы табамыз ғой. Я, омеганы табасын. 18 қой мынау. 18. Екеуін қоссаң ертінді. Екеуін қосқанда 218 ба? Иә, 218. 128 апай. 128 бес? 128. 128. Көбейтесің 100-ге. Қанша? 14-06. 14-06 Д жауабы. По идее, мынау ше кәдімгі ертінділердің оңай есепті. Ана бір неден. Сонда сен просто тұздың аласың осы жердегі. И екеуінің қосындысы ертіндіге бөлесің. И все, 100-ге көбейтесің. Сіздерде андай болды ма? Мына есеп қиын шығар деп қиындатып ойлап тұрғандарыңыз бар ма? Е? Болады, е? Я, Болады андай ми всегда андай көп ұзақ сөздерді қиын деп ойлайды.
Бұл просто мидың қорқынышы. Осыны жеңіп үйренбейінше сіздер есептен әрдайым қорқып жүресіздер. Мен шығара аламын, мынаны істеп көре салайын, мынаны бүйтіп көре салайын деп шығара беру керек. 176 грамм екінші топтың А топшасының металы. Бәрі екінші топ А топша екен. Жарайды. Тұз қышқылымен әрекеттескенде, мына жерге металл аласайын, тұз қышқылымен әрекеттескенде тұз бөлінді дейді. Металл хлориді ғой, значит, ол екінші топ болса, +2 заряд деген сөз, онда хлор 2 болады, дұрыс па? Көрейік. Плюс Мгм. H2. Екеуі де 2 болғасын, H хлордың алдына мен 2 қоямын. И 318 ол тұз грамм. Тұздың астына несін аламын? Мына металл белгісіз X қосылған, так, 35 2 өтсең 71. Металл бізде белгісіз. X. Енді осы жерден X табуға болады. Так, мынаны көбейтеміз былайнан и былайнан. Солай емес па? Значит, 176-ны X қосылған 71-ге көбейтесің, ол тең болады 318X-қа. Так, 176X қосылған 176-ны 71-ге көбейтесің. Прикинь. 176 көбейтілген 71. 12496. 12496 318X. 318X'тен 176-ны аласың. 318-ден аласың 176-ны. 142. 12496 тең 142X. X табу үшін 12496-ны 142-ке бөлесің. 142. 88. 88. Ал 88 кімдікі? Стронций. 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 Стронций болады. Нөмірлерін жазып қойыпты. Так. Түсіндіңіздер ме? Келесі 0,1 моль алканды жаққанда көміртек диоксидімен 7,2 грамм су түзілді. Алкан дейді. Алкан жарайды. CXHY тик. Олын жаққанда, так, O2-ке жағасын, E шығады SO2 мен H2, я? SO2 бізде 6,72 литр, H2 7,2 грамм. И алкан 0,1 моль. Хорошо. Енді барлығынан да моль табуға болады ғой? Болады. Қара, 6,72-ні 22-де 4-ке бөлсе қанша моль бұл? 0,3. 0,3 моль. Мынау 0,3 моль. 7,2-ні 18-ге бөлсе қанша моль мынау? 0,4. 0,4 моль. Я? 0,4 моль. Значит, мынау 0,1. Барлығын кішісі 0,1 ғой. Осыған бөлеміз. 0,1 0,1-ге бөлсек 1. 0,3 0,1-ге бөлсек 3. 0,4-ті 0,1-ге бөлсек 4 шығады. Солай ма? Значит, көміртегі бұл жерде 3. 3. Ал сутегі H8. 4-тің 8. 8. 3С3 H8 ол Пропен ба? пропан. Пропан. Осылай ақша таба салуға болады. Тауып, ең кіші мольге бөліп, баяғыдай, ана X, Y, Z-ті сөйтіп табатын едік қой, сондай сияқты форматта. Сосын андай сутек, оттек көлемдерін, ойбай, масса көлестерін беріп қойып, эмерлеріне бөліп шығып, ең кішісіне бөліп шығып. Мына жерде 1, 3, 5, 3 метил бензолды ацетилен гомологынан алуға болады дейді. 60 грамм 3 метил бензол алуға қажетті пропиннің көлемі. Пропиннің формуласы С3 2 өтесін 2 аласың. H4. Осыдан бізде 3 метил бензол алынады дейді. Бензол
мынау, иә, сақинасы. И біріншіде, үшіншіде, бесіншіде метил бар. Саш3, Саш3, Саш3. Осы алынады дейді мынадан. Қараңыз, пропиннің көлемі керек. X литр. Мынау 60 грамм триметилбензол. Енді мынаны біріктіруге болады ғой, иә? Қарашы, мына жерде неше көміртек бар? Міндетті түрде 9. 3, 4, 5, 6-ауы бар, иә? 6-ауы бар. И сыртындағы үшеуімен С9 болады. И сутектерін санайық. Міне үшеу, міне үшеу, міне үшеу, 9. И мына жермен 10, 11. И мына жермен 12. H12. Қараш, С9, H12 надан неше есе? 3. 3 есе. Үш Значит, есе, 3 көбейтілген 22-де 4, наны 60, наны С9, H12-ні емері қанша? 12-ні 9-ға көбейтесің. 120. Общий 120 болады, иә? 120. Сонда 120-дан 60 болса, 67-те 2-ден қанша болады? 2 есе кіші. 33-те 6. 33'te 6. Жауап. Түсінікті ма? Иә. Мына жерде қарашы, қанша қиын сияқты көрінгенмен, натрий, калий, кальций, хлор наларда ұқсас ертінді судан, дистилденген судан құрамы ұқсас ертінді алу үшін ерітуге болатын тұздар. Ерітуге болатын тұз деген сөз, ерейді деген сөз. Қайсы ерейді, оны белгілеп шығасың, болды. Қырғын сұрақ бұл, как будто қиын. Бірақ ерейтіндерді белгілеп шықсаң болды. Мына жерде